ешкім айтқан жоқ бұл жол оңай болады деп. Және ол олай емес. Біз бәріміз білеміз, өмір ол қатыгез орта, онда үлкен қиындықтар болады. Және ол қиындықтар біздің жауымыздың, өмірдің, уақыттың немесе аурудың әсерінен туындайды. Сен көптеген сәтсіздіктерге душар боласың. Сен құлайсың, қайта орныңнан тұрасың, тырысасың, бірақ ақыр соңы сәтсіздікпен аяқталады. Сен ешкім көрмейді, және саған ешкім көмектеспейді. Сен қолыңды түсіріп берілгің келеді. Сен бар күш-жігеріңнен айырыласың. Бірақ менің саған айтарым, сен не істеп жатпасаң да тоқтат. Орныңнан тұр. Сыртқа шығып, көк аспанға көз тік. Айналаңда шығып жатқан дыбыстарға құлақ тұр. Және терең демалда дауыстап мен тірімін деп айт. Себебі бұл сенің тағы да орныңнан тұрып, тағы да қадам жасай алатыныңды, тағы да іс-әрекет ете алатыныңды және тырыса алатыныңды білдіреді. Басыма қиындық түсті екен деп берілуші болма. Басыңа қиындық түссе, ол сенің тірі екеніңді білдіреді. Себебі өлі зат ешқашан қиындықты сезбейді. Қиындық өмірдің бір бөлігі, бірақ өмірдің өзі емес. Және ол сенің өміріңе мәңгі қалу үшін келмейді. Ол сенің өміріңе саған сабақ үйрету үшін, сені күшейте түсу үшін және жігерлендіру үшін ғана келеді. Өміріңде қандай қиындық тумасын, одан қашпа, керісінше құшақ жая қарсы ал. Себебі ол сені сындыра алмайды, керісінше шыңдайды. Әрқашан есіңде болсын, темір ешқашан ыстық пен суықты, балғаның соққысы мен қайрақтың жүзін көрмей, өткір қылышқа айнала алмайды. Ешқашан берме, ешқашан берме. Қандай қиындық болмасын, үлкен, кіші, ауыр, жеңіл, ешқандай қиындықтың алдында тоқтаушы, сынушы болма. Ешқашан берілме, өзіңе сен, ақыр соңы сен жеңіп шығасың. Аман бол.